Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 8-ші сынып геометрия 4-ші тоқсан ТЖБ тапсырмаларын шығаруды көрсететін боламын. Мұнда бізде ТЖБ-да жалпы 5 тапсырма берілген. 5-ші тапсырмаға 7 балл екен, 4-ші тапсырмаға 6 балл, 3-ке 3, 2-ге 2, 1-ші тапсырма 2 балдан беріледі екен. Жалпы 20 балл. Енді шығару жолын қарастыратын болсақ, бізде бірінші тапсырмада айтады. Бірінші тапсырмада А -4-те 4 және Б 4-те -2 нүктелер берілген. А кесіндісін А нүктесінен бастап 1-де 4 қатынаста бөлетін С нүктесінің координаталарын жазыңдар. Енді ол бізде 1-де 4 деп отқанымыз, яғни лямбда қатынаста бөлетіне. Енді бізде лямбда неге тең болады? Лямбда мынау бізде 1-де 4 деп тұр, 1/4, яғни 1/4 мындай қатынаста бөлетін. А мен Б-ның координаттары берілген. Бізде формула қандай? Формула x-ін қандай қатынаста бөлетінін табу үшін x-ті табу формуласы мына x-те x1 көбейтілген лямбда көбейтілген қосылған лямбда көбейтілген x2 1 плюс лямбда. Сол сияқты бізде y-ті табу үшін y1 қосылған лямбда көбейтілген y2 бөлінген 1 плюс лямбда бұл жерде. Енді бұл жерде не істейміз? Нарада бірінші бізде А-нікі x1 А-ның координатталары, ол яғни -4-те 4 x1 y1 болады бізде. Ал Б-нікі 4-те 2 деп отқанымыз -2. Ол x2 y2 болады бізде. Орындарына қоямыз, есептейміз. Енді x табымыз үшін бірінші есептейік. x1 бізде -4-ке тең. Қосылған 4-тен 1 лямбда көбейтілген 4 x2 4-ке тең. Бөлінген 1 плюс 4-тен 1 тең болады. Бізде мынау 4 пен 4 қысқарып кетеді. Бұл жерден 1 қалады бізде, -4-тен 1-ді алсақ -3 қалады. Мынауымыз 1/4-тен 1 болады. Ол деп отқанымыз бізде -3 бөлінген 4-тен 5 бөлетін -3 астына 1-ді жазатын болсақ, бөлу көбейтуге айналған кезде 5 пен 4-тің орны ауысып кетеді. Сонда -5-тен 12 болып шығып тұр бізде. Немесе араласқан түрінде жазатын болсақ, -2/5-тен 2 болады екен. Y-ін табатын болсақ, Y тең. Бұл жерде де орындарына қоямыз. Y1 қаншаға тең? 4-ке тең. Плюс 4-тен 1 көбейтілген Y2-іміз -2-ке тең. 1 плюс 4-тен 1 лямбда тең. 5-тен 4-тен 5 деп жазылсақ бола береді. Бөлімін сразу бөлшектің. Мына жерде -2 мен 4 қысқарады 2-ке. 4 -2-ден 1 болады. Одан бізде шығады 4-ті майдалап 3/2-ден 2 деп жазатын болсақ, 2-ден 1 азайтсақ 4-тен 5 тең болады бізде 3/2-ден 1 қалады. 4-тен 5 тең, енді 2-ден 7 деп жазсақ болады. Көбейтуге айналған кезде 4 пен 5-ің орны ауысып түседі. 4 пен 2 тағы қысқарады. Нарада 1, нарада 2 қалды. Сонда бізде 5-тен 14 қалады. 7-ні 2-ге өтсек, ол деп отқанымыз 2/5-тен 4.
иә, мынаны негізі ондық бөлшек күйінше жазатын болсақ, 2/5-тен 4-ті отқанымыз 2/8 ғой. ал мынаны ондық бөлшек күйінше жазатын болсақ 2/14 ғой. мынау жай араласқан түрінде де немесе ондық бөлшек күйінше жазсаңдар да ешқандай қате емес. Бірінші тапсырма аяқталды, екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмада не дейді бізде? Центрі О 4-те минус 3 нүктесі болатын, ал радиусы 5-ке тең шеңбер теңдеуін жазыңыз. Бұл шеңбер F 3-те 3 нүктесі арқылы өте ме дейді. Біз бірінші әрине шеңбердің теңдеуі мынандай, бізде x азайтылған x 0-дің квадраты жақшаның ішінде қосылған y азайтылған y 0-дің жақшаның ішінде квадраты тең r квадраты, радиус 5-дің квадраты. Енді бізде центрі 4-те минус 3 болатын болса, бізде мынау x0 4, x0, y0 минус 3 ол. Демек, біз теңдеуін жазатын болсақ, мына x азайтылған 4-дің квадраты, x0-ның 4 қойымыз қосылған y, арада азайту ғой, минус 3, минус минус плюс болып қойды, плюс 3-дің квадраты болады, тең 5-дің квадраты, ол бізде 25-ке тең. Солай жасақ тауып, x минус 4-дің квадраты, бірден жазып қоссыңдар да болады сендер. Тең 25. 25 шығады. Енді f, мынау 3-те 3 нүктесі, осы шеңбердің бойында нүктесі арқылы өте, бұл шеңбер мына нүкте арқылы өте ме дейді. Соны анықтауымыз керекпіз біз. Ондай болса, x пен y орнына осы f-тің мәндерін қоя саламыз біз. x-ның орнына 3-ті қоямыз. 3 минус 4 квадраты плюс 3 плюс 3-тің квадраты тең 25. Мынау тең, мына жағы тең 25 шығу керек қой. Сонда 25-те 25 болса, сол арқылы өтеді. Артық болса, сыртында жатады, кем болса, ішіне жатады. Нарада так минус 1-дің квадраты болады. Плюс 6-ның квадраты болады. Тең 25. Әрине үлкен болып қалады. 1-ге 36-ны қоссақ, 37 болып кетеді. 37 болып кетеді. 37 бізде не? Үлкен 25 жатпайды. Ой арқылы өтпейді. Өтпейді немесе сыртында жатады деп жазып қойсақ болады екен. Енді үшінші тапсырмаға өтеміз. Үшінші тапсырмада шамалы есеп шығарып уақытымыз бар. Осы тақырыпта шамалы қиналады оқушылар. Бұл жерде x квадрат минус 10x плюс y квадрат плюс 14y плюс 10 тең 0 берілген шеңбер центрі мен радиусын анықтаңыз. Теңдеуімен берілген осы шеңберді салыңдар дейді. Бізде енді бірақ бұл жерде мынаны анықтау үшін бізге қысқаша көбейту формуласын білуіміз қажет. Қысқаша көбейту формуласы деп отқанымыз мынау ше. А плюс минус b-ның квадраты тең болады. А квадрат плюс минус 2ab плюс b квадрат деген формуланы білуіміз керек. Өйткені біз мына түрден мына жаққа көшуіміз керек. Шеңбердің формуласын келтіру үшін. Шеңбердің формуласы әрине білесіңдер сендер, мынандай x минус x 0-дің квадраты плюс және мынандай қысқаша көбейту формуласына келтіруіміз керек. y минус y 0-дің квадраты тең r квадратқа келтіруіміз керек бізге. Енді біз мынарада мен мынаны бүйтіп жазылса болады. X квадрат минус 10 2 мен қандай саны көбейтілсе 10, ол 2 мен 5-ін көбейтілсе 2 көбейту 5 көбейту x деп жазылса болады. Плюс y квадрат плюс 14 ше. 2 мен қандай саны көбейтілсе 7-ін көбейтілсе әрине. 2 көбейту 14 ол 7 мен көбейтілсе 7 көбейту y деп жазылса болады. Плюс осы жерде енді мынау 58 ол бізде 49 бен 9-ның қосындысы емес па, плюс 49 бен 9-ның қосындысы. Дұрыс па? Тең 0 деп жазылсақ болады. Яғни бізде мынау қысқаша көбейту формуласын беріп тұр ғой.
Енді ары қарай жазамыз. X квадрат минус 2 көбейтілген 5 көбейтілген x плюс мынаны мен уже y қосылған 7-нің квадраты деп жазылсам болады. Плюс 9, плюс 9 мына жаққа өткізсем минус 9 так, плюс 9 так, енді маған 25 керек қой, тең 0, мына өйткені арада 5 бар ғой, 25 керек. X квадрат минус 2 көбейтілген 5 көбейтілген x плюс 25 деп жазатын болсам, плюс 25, так, плюс 25 деп жазатын болсам, минус 25 керек болды менде. Плюс 25 минус 25 деп қосам дағы, плюс так, y плюс 7-нің квадраты плюс 9 тең 0 деп жазам. Мына екеуі жойып кеткен кезде қайтып бізде ауыша керек болса, онда мына бізде қысқаша көбейту формуласына келеді. Бұл бізде x минус 5-тің квадраты болады, плюс мен мына екінші y плюс 7-нің квадраты деп жазатын болсам, минус 25-тен плюс 9 азайтатын болсам, минус 16 қалады, тең 0. Сонда бізде мынандай шеңбердің теңдеуі шығып тұр ғой. X минус 5-тің квадраты плюс y плюс 7-нің квадраты тең 16, оны немене? 16 минус 16 плюс 16 өтеді, 4-тің квадраты, 4-тің квадраты. Сонда бізде центрі, мысалы С нүктесі центрі, яғни 5-те минус 7 болатын, радиусы 4-ке тең шеңбер болып тұр ғой. Осымен мынау бізде аяқтынаға шеңберді салып көрсек те болады негізі. Координаталы қай жерде орналасатын болса десек. Енді түзеу шықса кәз. Мысалы мына координаталы жазатын болса осылай. Ол деп отқанымыз бізде мысалы y қойса, мына x қойса, 5-те минус 7 деп отқанымыз 1, 2, 3, 4, 5, 5 болса, минус 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Мына 7 минус 7 болса бізде, яғни центрі осы жерде болатын, радиусы примерно мына жерде, мына жерде, мына жерде, мына жер, осы нүктелерді бүйтіп қосатын, осындай шеңбер болады бізде. Менде точно шықпауы мүмкін, сендер циркульменен асып қойсасыңдар. Так, келесі есепке көшеміз. Так, 4-ші есеп. Бізде суретте, мына суретте, яғни, сурет шамалы үлкейтейін. Сендерге анық болу үшін, көріну үшін. Осы суретте, яғни, мына координаталар бас, 0-ден 0, А 6-та 8 мына нүкте, Б 8-де 2 мына нүкте, 3 бұрыш төбелер берілген. А, Б түзуін теңдеуін жаздыр. А, Б, яғни мына А-дан, мына жерден, яғни, мына жерден мына жерге дейінгі. Бірақ қойын, керек емес пе? А-дан, яғни, түсіндіңдер ғой, Б-ға дейінгі ара қашықтықтағы түзудің теңдеуін жазыңдар. Түзудің теңдеуінің формуласын сендер білесіңдер. Так. Шамал кішірейден болса. Түзудің теңдеуінің формуласы бізде мынандай. Так. Мына жазайын. X азайтылған x1, x2 азайтылған x1 тең болады
y азайтылған y1, y2 азайтылған y1 болады. Осы жерге яғни орындарына қойсақ болады a-ның b-ның координаталарын, яғни x азайтылған x1 қанша тең? Мынау x1 болады, y1 болады a-нікі, мынау x2, мынау y2 болады бұның координаталары. Так, x1-міз 6-ға тең, 6. Сосын кейін бізде x2-міз 8-ге тең, азайтылған 6, 2 6 болады. Өйткені x1-міз 6-ға тең болып тұр. Тең. y азайтылған y1-міз бізде 8-ге тең. y2-міз 2-ге тең, азайтылған y1-міз 8-ге тең. Сонда бізде x минус 6 бөлінген 2 тең, y азайтылған 8 бөлінген минус 6. Пропорцияға көбейтетін болсақ, бізде минус 6 көбейтілген x минус 6 тең 2 көбейтілген y минус 8. Минус 6x бұлай көбейтетін болсақ мүшелеп, плюс 36 тең 2y, 2y минус 16 болмай ма? Барлығын сол жаққа жестіратын болсақ, 6x тең плюс минус 2y плюс 36 плюс 16 тең болады. Содан кейін бізде так минус 6x минус 2y плюс бұл бізде 52 болады, 52 тең 0 болады. Осындай теңге болсақ болады, немесе минус 2-ге бөлдірсек болады. Сонда 3x плюс y минус 26 тең 0 деген теңгеге шығамыз. Бұлай андай функция түріне келтіретін болсақтар y тең минус 3x минус 26 деп жазсақ та болады. Так, бұны таптық. Так, а-б түзуінің теңдеуін жазыңдар деп түзуінің теңдеуін жаздық. Біріншісін ол а-сы бізде. А-сы. Енді b-сы. С нүктесі а-б қабырғасының ортасы дейді. Координаталарын табыңдар. Ортасының координаталарын табу формуласы ол бізде ол формуланы да өткен болатынбыз. Ол формула бізде мына жанына жазайын. Бізде ол формула x-ін табу үшін ортасын, мысалға с-ның x-ін табу үшін x1-ге x2-ні қосып 2-ге бөлеміз. С-ның y-ін табу үшін y1-ге y2-ні қосамыз да 2-ге бөлеміз. Әрине бізде burada x1 қайтып a-ның координаталары, y1 x2 y2 b-ның координаталары болғандықтан, так, с-x бұл b. Мына е болып қалды бізде. Сап жазайын, с-ның x-ін табу үшін тең x1-міз бізде 6-ға тең, x2-міз 8-ге тең. 2-ге бөлсек, так 14-ге бөлсек 7 шығады. Енді с-ның табу үшін, так, бізде y1-міз 8-ге тең, y2-міз 2-ге тең, 2-ге бөлсек 5 шығады. С-ның координаталары 7-те 5 болып тұр. 7-те 5 болады екен. Бұл бізде b. Так, b варианты. Так, енді біз с нұсқасында d нүктесі o мен b қабырғасының ортасы болса, с-ның ұзындығын табыңдар дейді. Біз әрине бірінші d-ны табуымыз керек біз ғой. Яғни d-ның x-ін табуымыз керек біз, және d-ның y-ін табуымыз керек біз. D-ның y-ін табуымыз керек біз. Бұл жағдайда бізде оның координаталары 0-ден 0 қоя. Бұл бізде x1, y1 болады дағы. Бұның координаталары 8-де 2, ол x2, y2 болады біз жерде. Сонда біз 0-ге 8 қосамыз, 2-ге бөлеміз. 8-ге бөлсек 4. Одан да y-ін табу үшін 0-ге 2-ні қосамыз да 2-ге бөлеміз. Бұл жерде 1 шығады бізде.
Сонда с-ның координаталары д-ның координаталары 4-те 1 болып тұр. Енді осыны пайдаланып біз с-дің ұзындығын табуымыз керекпіз ғой. С-дің кесіндінің ұзындығын табу формуласында өткенбіз бізде. Мындай жазып қойсам, с-дің мындай формуламен жазып қоятын болсам, бізде түбір астында x2 азайтылған x1 квадраты қосылған y2 азайтылған y1-дің квадраты болады. Тең болады. Бізде burada с-ныкі x1 y1 болады. д-ныкі x2 y2 орнына қоямыз ғой. Сонда бізде x2 4 азайтылған 7-ның квадраты қосылған 1 азайтылған 5-дің квадраты болады. Жақшаның ішінде қандай теріс оңсан тұрса да, оның квадраты оңсан болады бізде. Сондықтан 4 минус 3-дің квадраты 9 болады, плюс минус 4-дің квадраты 16 болады. Оған тең қосатын болсақ 25 шығады 16-ға, 9 қосатын болсақ, одан түбірден бізден 5 шығады, 25 5-дің квадраты. С-ның ұзындығы 5 сантиметр. Жауап осымен 4-ші тапсырма аяқталды. Енді 5-ші тапсырмаға келеміз. 5-ші тапсырмада а минус 4-те минус 2, б 1-де 2, с минус 2-де n нүктеден координаталар және а б тұсының теңдеуі 4х плюс y минус 10 тең 0-ге тең деп берілген дейді. А-да с нүктесі а б тұсының бойында орналасқанда n-ның мәнін анықтаңдар дейді. Олай болса біз с нүктесі табу үшін нараға с-ның координаттарын нарадан с-ны минус 2-ні x-ның орнына, мынаны y-ның орнына, n-ді y-ның орнына қойып жібереміз. n-ның мәнін шығарып 4x плюс 3y минус 10 тең 0. Енді минус 2-мен n-ді қойатын болсақ, 4 көбейтілген минус 2 қосылған 3 көбейтілген n минус 10 тең 0. Минус 8 плюс 3n минус 10 тең 0. 3n минус 18 тең 0. 3n тең 18, n тең қаншаға? 18 көбесек 6-ға тең. Демек с-ның координаталары бізде белгілі болды. Минус 2-де 6 элементте екен. Бұл а нұсқасын шешіп қойдық. Енді б-да бұл нүктеден қайсысы қалған екі нүктенің арасында орналасқан анықтаңдар дейді. Енді координаталық жағдайда алдын ала мен сендерге сызып қойған болатынмын. Енді осыларды а-ның координатасын әр клетканы әр сантиметр деп белгілейтін болсақ, y-нан x деп белгілейтін болсақ, әр клетканы мен әр сантиметр деп белгілейтін болсам, а-ныкі 4-те минус 2 мына жерде орналасқан а нүктесі. С минус 2-де 6 дейді. Минус 2-де 6 мына жерде орналасқан с. Енді б 1-де 2 дейді. 1-де 2 мына жер. Б. Сонда б екеуінен бірдей расстояние жатыр оны б нүктесі. Б центр болып тұр ғой. 1-де 2 центр болып тұр ғой. Қос шеңберге кірісатын болсақ, былай радиус 4 сантиметрге тең шеңбер болып тұр ғой бізде. Яғни бұл бізде б центрі б нүктесі ортасында жатады. Қалған екеуінің ортасында жатып жазамыз. С екі нүкте арасында орналасқан нүкте сол нүктелер арқылы жүргізген кесіндіні қандай қатынаста бөледі дейді. Қандай қатынаста бөледі? Ол үшін біз сол баяғыда алдында мына формулаға салсақ болады. Қандай қатынаста бөлетінін табу үшін орындарына қойып, әрине бізде ол кезде мына жерде
А-ның координатасы, С-ның координатасы x1, А-ның координатасы x1, y болса, А-ның координаттары С шешім. А-ның координаттары 4-те минус 2. Бұл бізде x1, y1 болса, С-ның координаттары минус 2-де 6. Бұл x2, y2 болады. Ал b қатынаста бөледі. X пен y, яғни 1-де 2. Бұл x және y орнына қоямыз. Формула мынандай еді: x тең x1 көбейтілген қосылған x мен тауысық лямбда көбейтілген x2 бөлінген 1 плюс лямбда жасақ болады. Орындарына қойсақ, x1-ге тең бізде, x1-іміз 4-ке тең, 4 плюс лямбда көбейтілген x2-іміз минус 2-ке тең, 1 плюс лямбда болады. Тең. Одан ары қарай, 1 тең 4 плюс минус 2 лямбда. Жоқ, плюс демейміз, осының арада минус 2 лямбда деп жаза берсек болады екен. Минус 2 лямбда 1 плюс лямбда. Мына екі жағын теңестіріп жазсақ та болады, мына 1-ге тең деп тұр ғой. 1 плюс лямбда тең 4 минус 2 лямбда. Лямбда плюс 2 лямбда тең 4 минус 1. 3 лямбда тең 3. Лямбда тең қаншаға? 1-де 1 қатынасына бөледі екен. 1-де 1 қатынасына бөледі екен. Бұл С варианты. Енді D-ны табуымыз керекпіз. D-да не дейді? Екі нүктенің арасында орналасқан нүктеден, 4-те 5 қашықтықта орналасқан ойгір осіне тиісті нүктенің координаттарын анықтаңдар дейді бізде. Яғни бұл шеңбер болып тұр ғой бізде. Шеңбер болып тұр. Мына бит жасап болады біз. B центр деп алып, араға D-ны табады. X азайтылған x0 квадраты плюс y азайтылған y0-дің квадраты тең r квадрат тең. Енді b-ны осы шеңбердің центрі деп аламыз. Яғни b-ның координаттары 1-де 2 білесіңдер. X азайтылған 1-дің квадраты қосылған y азайтылған 2-ның квадраты тең r-ның орнына 4-тен 5-тің квадратын жасап болады. 4-тен 5-тің квадраты. Бұл болады тең бізде x азайтылған 1-дің квадраты плюс y азайтылған 2-ның квадраты тең 16-тан 25 болады. Бізде енді мына жерде ординаталар осіне, яғни ординаталар осіне тиісті нүктелерін, ойгір осіне тиісті нүктелерін координаталар аттында. Яғни бізде x не бұл жерден 0 болып тұр ғой. Сонда 0 азайтылған 1-дің квадраты қосылған y азайтылған 2-ның квадраты тең 16-тан 25 болады. Олай болса, арада 0-ден 1-ді азайтсақ 1, минус 1-дің квадраты 1 болады. Қосылған y азайтылған 2-ның квадраты болады. Тең 16-тан 25. Енді арадына 1-ні өткізетін болсақ, y минус 2-ның квадраты тең болады 16-тан 25 азайтылған 1 болады. 1-ді майдалап 16-16 деп жаз жесек болады. 16-тан 25 азайтылған 16-тан 16 болады. Сонда бізде y
минус 2-нің квадраты тең болады. Так, 16-тан 9 шықты ғой, 25-тен 16 атсың. Енді мына квадратты, екеуінде квадрат, не қандай сандардың квадраты? Y минус 2-нің квадраты тең. Бұл бізде 16 4-тің 9 3-тің квадраты, дұрыс па? Квадраттардан бөліп алып тастап шығаратын болсақ, y минус 2 тең 4-тен 3 деген теңдеу шығады бізде. Y тең 4-тен 3-ке қосамыз 2-ні, ол тең болады 2,4-тен 3 шығады. Яғни нөлде бізде 2,4-тен 3 деген жауап болады екен. Жауап да варианты. Осымен бізде оқушылар көріп түсіріп аламыз десеңіздер, қарап аламын десеңіздер, шешімі мынау 5-тің толық шешімі, мынау А-сы, мынау Б-сы, мынау С, мынау Д-сы, мынау 4-тің толық шешімі, А-сы, Б-сы, С, мынау 3-тің шешімі, 2-нің шешімі және 1-дің шешімі. Келесі сабақтарымызда осы 490 ТЖБ бойынша геометрия сериясы 2-ші нұсқасын сабақ боламыз. Лайк басып, подписка жасап кетіңіздер.